Бұл видеода біз прокариоттық және эукариоттық жасушалар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарына қарайтын боламыз. Барлық жасушалар прокариоттық немесе эукариоттық деп жіктеледі. Прокариоттық жасушалардан құралған ағза прокариот, ал эукариоттық жасушалар бар организм эукариот деп аталады. Бактериялар мен архейлер прокариоттарға жатса, өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар және барлық қалған ағзалар эукариоттарға жатады. Егер генетикалық ақпарат ядролық мембранамен қапталып ядро анық көрінсе, онда олар эукариоттар болып табылады. Мысалы, жануар жасушасы. Алайда прокариоттық жасушаларда ядролық мембрана болмайды, сондықтан анық ядро да болмайды. Демек, ДНК цитоплазмада орналасады. Жасуша кездесетін мембранасыз ядро нуклеоид деп аталады. Бұл құрылым ретінде саналмайды, керісінше генетикалық ақпарат сақталатын жер ретінде танымал. Эволюцияда ең алғаш пайда болған ағзалар прокариоттар болды. Бүгінде де олар ең кең таралған түр саналады. Әлемде эукариоттар прокариоттардан дамыды деген тұжырым бар. Ядро жасушаның эукариоттық не прокариоттық екенін көрсететін басты фактор. Онымен қоса басқа органеллаларды анықтауға көмектеседі. Органеллалар белгілі бір қызметі бар цитоплазмада орналасқан ұсақ құрылымдар. Мысалы, жануар жасушасында митохондрия оны энергиямен қамтамасыз етеді. Эукариоттарда органеллалар алуан түрлілігін байқауға болса, прокариоттардан табылған жалғыз органелла рибосомалар болды. Рибосома – бұл ақуыз өндірілетін орын. Эукариоттық жасуша үшін органеллалардың маңызы зор. Ал бактериялар органеллаларсыз тіршілігін жалғастыра алады. Эукариоттық жасушалар жай көзге көрінбегенімен прокариоттық жасушаларға қарағанда анағұрлым үлкен болып келеді. Эукариоттар үшін органеллалар жасуша ішіндегі барлық үрдістерді реттеудің ыңғайлы жолы. Жасушада қызметтер өзара бөлінген, яғни әр органелланың өзіндік мақсаты бар. Алайда жасуша ауқымдылығы оның өзгелерден жақсы екенін білдірмейді. Прокариоттардың мөлшері олардың өмір салтына сәйкес келеді. Кішкентай өлшем жасушаға үлкен беттік ауданның көлемге қатынасын қамтамасыз етеді. Осылайша тез өсіп, қолайлы көбею үшін прокариоттарға қоректік қажеттіліктерін қамту оңай болады. Сонымен енді біз прокариоттардың ядросыз және көптеген органелласыз тіршілік ететінін білеміз. Соңғы атап өтетін жайт, барлық прокариоттар бір жасушалы болып келеді. Сондықтан прокариоттар мембраналы ядросыз бір жасушалы ағзалар деп аталады. Ал эукариоттар бір әрі көп жасушалы бола алады. Бұл видеода біз бір және көп жасушалы организмдер арасындағы ерекшеліктерді қарастырған болатынбыз. Алайда барлық прокариоттар бір жасушалы деген тұжырым туралы түрлі ойлар бар. Бактерия жасушаларының өзара жиналып, еңбекті бөле алуы жайлы дәлелдер аз емес. Олар қосылып, анағұрлым пайдалы жұмыс істейтін колонияларды құрайды. Бұл көп жасушаларға тән қасиет. Алайда көп жасушалы бактериялар тұжырымына қарсылық білдірушілер аз емес. Сонымен прокариоттарға ядросыз ағзалар жатса, эукариоттарға ядросы бар организмдер жатады. Эукариоттарда ядродан басқа көптеген органеллалар бар болса, прокариоттарда кездесетін жалғыз органелла бұл рибосомалар.